Елордадағы игерілмеген 52 жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл туралы бүгін өңірлік даму министрлігінде өткен кеңесте мәлім болды. Ведомство қазір Астана қаласы және Ақмола облысы әкімдіктерімен бірлесіп, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша пайдаланылмаған жерлерді инвентаризациялау жұмыстарын жүргізуде. Жер ресурстарын басқару комитеті бүгінге дейін тек Астана қаласы бойынша кәдеге жаратылмаған 645 учаскені анықтаған. 14 мың гектар аумақты алып жатқан бұл жерлер ауыл шаруашылығы және коммерциялық нысандардың құрылысына арналған. Тағы 3 мың гектар болатын 58 жер учаскесін қайтару бойынша талап арыздарды сот қарап жатқан көрінеді. 31 участок біз тексеріп атқанда естер егелері басталды. Ал енді 144 участок бойынша берілген уақыт, берілген уақыт әлі бітпегеннен кейін оларға тиісті ескерту жасалды. Ал енді 362 участок бойынша біз жазбаша ескерту жасадық. Олар бір жылдың ішінде жаңа ескертуді егермесе, онда ол мемлекет меншікке қайтарылады.